Түркістанда көне мен келешек көпір атты халықаралық байқау өтіп жатыр. Мақсат қылқалам шеберлері және кәсіби әуесқой фотографтар арасынан үздіктерді анықтау. Байқау жеңімпаздары бүгін анықталады. Түркі әлемінің рухани астанасы Түркістанның тарихы мен бүгінгі көрінісі бейнеленген туындылардың әрқайсының өзіндік тарихы бар. Байқаудың ерекшелігі қандай? Оны бізбен тікелей байланысқа шығатын әріптесім Әйгерім Айтмұхамбеттен сұрап көреміз. Әйгерім, өзің баяндап берсең. Біз дәл қазір этно ауылда тұрмыз. Қожа Ахмет Яссауидің 930 жылдығына арналған көне және келешек көпірі атты фото суретшілер мен қылқалам шеберлерінің байқауы өткізіліп жатыр. Бұл байқауға қатысушылардың бірі Мұрат мырза өзінің екі картинасын арнайы алып келген екен. Сіз қай қаладан келіп тұрсыз? Мен өзім осы Түркістан қаласынан боламын. Бұл байқауға екі картинамды алып келдім. Бірінші үлкен көлемдегі киіз үйде деп аталады. Майлы бояуда орын алған. Екіншіде осы Түркістан тақырыбында батырлар алдында бейнеленген. Бұл да майлы бояуда. Тақырып байқаудың шарттарына сәйкес осындай екі картинамды ұсынып отырмын қазір. Алда уақытта да тағы да ұйымдастырылады деп ойлаймын. Негізі көп ұйымдастырылып тұрады. Қатысып тұрамыз. Республикалыққа қатысып тұрамыз. Түркістан облыстық байқауларға қатысып тұрамыз. Дәл осы бүгінгі байқаудың ерекшелігі қандай? Бұл байқаудың ерекшелігі енді бұл жерде фото өнер де бар. Ерекшелігі екеуін бірікті. Енді ұқсас қой, енді бейнелеу өнер мен фото өнер. Фото өнер енді оның мамандары бар, өзінің фото суретке түсіріп, ол екеуі біріккен байқау болған екен, сәл сол ерекшелігі. Одан кейін бұл жерде тек қана бір тақырып қамтылмаған, ерекшелігі Түркістанның керемет көріністері, өткені, болашағы де солардың бар. Содан кейін ұлттық құндылықтар дәріптейтін тарихи еркін тақырыпта сондай бір ерекшелігі бар. Көне және келешек көпірі енді керемет тақырып, өзіме ұнады. Ұлттық құндылықтарды дәріптейтін картина деп айта аламын. Мына жерде киіз үйдің ішінде қымыз құйып отырған қыздың ұлттық киімде, одан кейін Түркістан тақырыбында батырлар өзіме жақын тақырып болған екен, қуана қатыстым өзім. Қылқалам шеберлері байқауға 100-ге жуық картина жіберген. Оның ішінен ең таңдаулы 30-ға жуық картина байқауға қатысып жатыр. Жалпы алдағы уақытта тағы да мұндай байқаулар көптеп ұйымдастырылады дейді ұйымдастырушылар. Әзірге бар ақпарат осы.